Бүгін біз электроника негіздері және сандық микропроцессорлы техникалар пәні бойынша екі тактылы күшейткіш каскадтар туралы қарастыратын боламыз. Сабағымыздың негізгі мақсаты білім алушыларға екі тактылы күшейткіш каскадтың жұмыс принципін түсіндіру болып табылады. Ондай болса, бейне сабағымызға қош келдіңіз. Екі тактылы каскад. Бұл бір тактылы каскадқа тән кемшіліктерді жойған сұлба деп атасақ та болады. Өзіндік артықшылықтары бар. Яғни бұл жерде екі тактылы деп аталып отырған себебі келген сигнал екі транзистор арқылы күшейтіледі. Яғни оң жарты бөлігі сигналдың VT1 транзисторымен күшейтілсе, теріс жарты бөлігі VT2 транзисторы арқылы күшейтіледі. Көріп отқандарыңыздай, оң жақ астыңғы сұлба, сол жақ астындағы сұлба бір тактылы транзистордың сұлбасын бұл жерде мен келтіріп көрсетіп қойдым, екеуін салыстырып сіздерге түсінікті болу үшін айырмашылығын. Бір тактылы сұлбада бұл жерде сигнал, яғни оң және теріс бөлігі бір транзистор арқылы күшейтілетін. Ал мына жерде екеуі екі бөлек күшейтіледі екен. Яғни бұл жердегі екі транзистордың құрылысы да екі түрлі болу керек. Яғни бір транзисторымыз NPN болса, екіншісі PNP, яғни структурасы әртүрлі болу керек. Себебі базаға сигналдың базасына оң жарты бөлігі түскен кезде оң сигналдар түседі, ал теріс жарты бөлігі келген кезде, яғни теріс полярлы сигнал келгендіктен база ашылу керек. Сондықтан ол жерде PNP структуралы транзисторлар қолданылады. Енді схеманың өзіне тоқтала кететін болсақ, бұл жерде екі түрлі қоректендіру, екі полярлы қоректендіру блогы керек болады. Бұл жерде минус және плюс. Бір тактілде тек қана бір полюсті қоректендіру көзі жеткілікті болатын болса, бұл жерге екі полюсті қоректендіру көзі қажет етеді екен. Енді мына жерде қалай жұмыс істейді дейтін болсақ, S1 және S2 конденсаторы, яғни бұл жерде сүзгінің қызметін атқарады. Яғни сигналдың источник сигналға тұрақты тоқ өтіп кетпес үшін, яғни білесіздер, конденсатор дегеніміз тек қана айнымалы тоқты ғана өткізеді, тұрақты тоқты өткізбейді. Сондықтан екі конденсатор бұл жерде сүзгі ретінде қойылған. Келген сигнал VT1 және VT2 транзисторының екеуінің де базасына келіп түседі. Осы конденсаторлар арқылы, яғни біздің айнымалы сигналдарымыз, яғни ақпараттарымыз күшейтетін. Егер сигналдың оң бөлігі келген кезде VT1 транзисторы ашылады, ал теріс бөлігі келген кезде VT2 транзисторы ашылады. Неге дейтін болсақ, бұл екеуінің полярносты әр бөлек. Енді қарастырып көрейік. Оң бөлігі келген кезде қалай жұмыс істейді екен? Яғни масса арқылы тоқтың өту бағытын қарастырайық. Бірінші масса, яғни масса арқылы N жүктемесі, яғни R жүктемесі арқылы VT1 транзисторының эмиттер коллекторы арқылы өтіп, қоректендіру көзі, минус қоректендіру көзіне барып, сигнал беріледі екен. Ал енді екінші жарты бөлік келген кезде қалай жұмыс істейді дейтін болсақ, бұл жерде қоректендіру көзі, яғни плюс қоректендіру көзі, коллектор эмиттер, VT2 транзисторының коллектор эмиттері арқылы өтеді, R жүктемесі арқылы корпусқа беріледі екен. Енді келесі жолы дәл осы корпус арқылы басталынған берілген сигнал, барып тоқтаған сигналымыз, берілген сигналымыз келесісінде қайтадан жалғасады екен. Қазір енді мен сізге мына жерде тоже детальдардың не үшін тұрғанын әлі айтқан жоқпын. Екі диод және екі резистор қойылған. Яғни VD1, VD2 диоды және R база 1, R база 2
резисторлар. Бұлар не үшін керек дейтін болсақ, бұл екі тактылы күшейткіштердің қандай кемшілігі бар дейтін болсақ, бұл жерде келген сигналдардың бұрмалануы өте жоғары болады. Мұнда көріп отырсыздар, сол жақ графикте көрсетілген, яғни сигналдар өте аз мәндегі сигналдар транзистордан транзистор ашылып үлгермейді, өте аз төменгі мәндегі. Сол кезде бұл жерде жаңа сигналдардың ауытқуы пайда болады екен. Осыны жою мақсатында мына жаңағы транзистордың базасын режим отсечка дейді ғой, жаңағы режим отсечканы қамтамасыз етіп тұру үшін, яғни VT1 транзисторына VD1 диоды, яғни бұлар кернеуді бөліп тұр, берген кернеуді, яғни VD1 диоды мен RB1 резисторы, екінші VT2 транзисторына VD2 диоды мен RB2 диоды осы жаңағы режим отсечканы қамтамасыз етіп тұру үшін осы қосымша элементтер қойылған. Бұл транзистордың, яғни бұл түрлі екі тактылы күшейткіш каскадтардың кемшілігіне келетін болсақ, яғни бұл жерде сигналдардың ауытқуы болады белгілі бір мөлшерде. Ал плюсына келетін болсақ, бұл жерде өте жоғарғы деңгейдегі күшейту коэффициентін алуымызға болады. Біз КПД-сы, пайдалы әсер коэффициенті өте жоғары, яғни 70-80%-ке дейін ала алады екенбіз. Бір тактылы каскадтарда бұл жерде сызықтық бұрмалану өте аз, бірақ бұл жерде пайдалы әсер коэффициенті өте төмен болатын. Сабағымызды қорытындылай келетін болсақ, екі тактылы каскад дегеніміз не дейді? Екі тактылы каскад дегеніміз, яғни келген сигналды оң және теріс бөлігі екі транзистор арқылы күшейтетін күшейткіштерді екі тактылы каскад деп атаймыз. Енді екі тактылы каскадтың жұмыс принципін түсіндіріңіз дейді. Ол үшін мына схемаға қайтадан жүгінейік, яғни қайталап өтейік. Яғни оң жарты толқын келген кезде тоқтың жүру бөлігін сіздерге түсіндіре кетейін. Масса арқылы R1, то есть R нагрузка арқылы R жүктеме VD1 транзисторының эмиттер коллектор арқылы өтіп қоректендіру көзіне барады екен. Ал енді келесі жолында, яғни теріс бөлігі келгенде сигналдың, бұл жерде бізде қоректендіру көзі VT2 транзисторы эмиттер коллектор арқылы өтіп R жүктемесі және массаға барады екен. Тағы да жаңа қосымша айта кетейін, мына жерде екі резистор, екі диод, яғни біздің режим отсечка осы транзисторлардың жұмыс істеуге дайын тұруын, яғни ауытқулардың максималды аз болуын қамтамасыз етеді екен.